Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Қамыры жұмсақ, қатып кетпейді. Және де 20 минутта дайын болады. Қамырына жылы сүт, су, ашытқы, тұз, сұйық май және ұн керек. Ең алдымен ыдысымызға сүт құямыз, су құямыз, тұз салып және ашытқы салып араластырамыз. Бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Енді осының үстіне сұйық майымызды құйып, ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Жиырма 25 минутқа жылы жерге қоямыз. Алмасына мен шұжық пен қызанақ қосамын және кетчуп пен майонез. Табамызды майлап аламыз, немесе пергамент қағазын жаямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді осыны екіге бөлеміз. Осы қамырдан 2 пицца шығады. Дөңгелетіп жаямыз. Формамызға салып, кетчуп пен майонез жағамыз. Және де салмасын саламыз. Менде шұжық пен қызанақ. Осыны қызып тұрған пеште 200 градуста 20 минут пісіреміз. Пісуіне 5 минут қалғанда бетіне ірімшігін саламыз. Пиццамыз дайын. Ысылай формадан түсіре берсеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын.